Бұл мемлекетті 1991 жылдың 16 желтоқсанда тұңғыш президентіміз құрған жоқ. Бұл мемлекетті 1917 жылдың 12 желтоқсанында құрған және оның тұңғыш президенті Әлихан Бөкейхан. Араб елдері Ясауиді жақсы көрмейді. Алпарслан деген Түркияда үлкен ғалым болған. Соның школасы бар. Университетке келді, мен шақырттым. Соны сұрадым бір күн. Себебі не дебем, ол бұлай деді. Ясауи деді, Құранды арабтардың өзінен де жақсы білді деді. Өте алғыр, өте талантты, үлкен ғұлама адам болған. Бұл арабтардың дін тарағында кейбір араб халқының таза өзінің ғана менталитеті, әдет-ғұрпы дінмен бірге араласатын дейді. Ясауи оны жақсы біледі, қайсысы дін, қайсысы арабтың әдет-ғұрпы. Әдет-ғұрптың бәрін алып тастап, дінді таза әкеліп, соны мына көшпенді халықтың өміріне бейімдеді дейді. Сол үшін олар жек көреді. 19 ғасырдың қазақ тарихындағы жұмбақ тұлғасы хан Кенесары. Барша ресейлік ұлық падиша ағзам император хазіретлеріне, бұрын бүкіл қазақ халқын билеген Абылай ханның немересі Кенесары Қасымұлынан ғарызнама сіздің ағзам хазіретлеріңізға мағлұм қыламыз. Чүнкі сіздің аталарыңыз бен біздің бабамыз хан Абылай тұсында біздің халық ортасында ешбір тынышсыздық ғауға болған жоқ еді. Халқымыз әрқашан тыныштықта, бейбітшілікте күнелткен еді. Біздің екі патшалық арасында үздіксіз сауда саттық болып тұрған еді. Ешкімге ешкім жәбірлік те еткен жоқ еді. Біздің халық ешбір алым салық төлеген жоқ еді. Енді соңғы уақыттарда ахуал басқаға айналды. Чүнкі біздің халқымызға алым жасақ төлетіп, оларды әртүрлі жәбірлік пен қыспаққа сала бастады. Сіздің қол астыңыздағы төменгі хакімдер бұрынғы тату тәттілікті бұзып, барлық қазақ халқы Ресейге бағынады деп жалған сөздер таратып жүр. Олар біздің бабамыз Абылайға тиісті жерлерге 8 дуан салдыртты. Бұл әрине біздің халқымыз үшін зор қасірет болмақ. Әсіресе алым жасақ салу халықтың жанына қатты батады. Бұрын біздің қазақ халқы мұндай істі көрген жоқ еді. Ол әрқашан кеңшілікте, рахат тыныштықта болушы еді. Ұлық ағзам падиша хазіретлері, біздің сізден өтінішіміз, біздің халқымызды бұрынғы қалпынша қалдырып, біздің жерімізге салынған 8 дуанды, әм басқа қалаларды жоюыңызды сұраймыз. Ұшпын инандырмақ үшін мен Кенесары Қасымұлы мөрімді бастым.